Химиялық есептеулердегі келесі қоспа туралы есепті қарастырайық. Бұл жерде бізге не деп тұр? Құрамында 40% мыс болатын темір, хром және мыстан тұратын қоспаны концентрлі күкірт қышқылмен өңдеген кезде 8,96 литр қалыпты жағдайда газ түзілді. Енді осы қоспаның осындай үлгісін тұз қышқылмен өңдеген кезде 15,68 литр қалыпты жағдайда газ бөлінеді екен. Қоспадағы металдардың массаларын табу керекпіз. Алдымен түсініп алайық. Қоспаның құрамында бізде қандай металдар бар? Темір, хром және мыс. Енді осы жердегі мыстың біздегі құрамындағы проценттік үлесін беріп тұр екен. Мына жақта 40% мыс болатын. Осы арқылы біз келесі реакция теңдеулеріне шығатын боламыз. Ең алдымен мысты концентрленген күкірт қышқылымен әрекеттестіреміз. Бұл жерде ескеретін жайт концентрленген күкірт қышқылы. Разбавленный, яғни сұйытылған емес. Бұл жағдайда бізде мыс SO4 қосылған SO2 қосылған H2O шығады. Мына жаққа 2 жазамыз. Бұл жерде бізде газ CO2 газы түзіліп тұр. Осы жағдайда біздегі мынау қалыпты жағдайда газдың литрі беріліп тұр. 8,96 литр. Қалыпты жағдайдағы литрдің көлемі 22,4 литр на моль. Осы арқылы біз мыстың массасын таба аламыз. Мыстың малярлық массасы 64-ке тең. Бұл жерде енді кәдімгідей пропорциялық есеппен шығарамыз. 8,96-ны 64-ке көбейтіп 22,4-ке бөліп жібереміз. Сол кезде 8,96 көбейтеміз 64-ке, бөлеміз 22-ден 4-ке. Сонда 25-те 6 грамм мыстың көлемі шығады екен. Бірінші мына жақтан белгілеп қояйық. 22-де 6 бұл бізде мыс. Енді жалпы қоспаның құрамындағы 40%-ын ғана мыс алып тұрғаннан кейін біз оның 100%-ын тауып аламыз. Ол үшін 25-те 6 грамм қоспаның құрамындағы 40%-ын ғана алады. Енді 100%-ын табу керек бізге. X-тен. Көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 40-қа. Жауабы 64. 64-тен 25-те 6-ны алып тастаймыз мыстықын. Сол кезде 38-де 4 грамм. Яғни 38-де 4 грамм дегеніміз бұл темір мен хромның екеуінің қоспаның құрамындағы массасы. Енді оларды бөліп қарастыру үшін біз келесідей теңдеу жасаймыз. Бұл жердегі мына қараңыздар. Қоспаның дейді. Осындай үлгісін ары қарай біз тұз қышқылымен өңдеген кезде 15-те 68 литр қалыпты жағдайда газ бөлінеді екен. Бұл жағдайда біз былай жасай аламыз. Темірді H хлормен әрекеттестендіреміз. Темір хлор 2 плюс H2. Хромды әрекеттестендіреміз. Плюс H2. Енді осы жағдайда бөлінген біз тек қана темірді немесе хромды ала алатын едік, бірақ бұл жағдайда біз екеуінің біреуін ғана ала алмаймыз, екеуін бірге қарастыруымыз керек. Мына қараңыздар, есептің берілгенінде 15-те 68 литр қалыпты жағдайдағы газ бөлініп тұр екен. Ол газдар біздегі мынау сутегі газдар. Осы екеуі бізде 16-да 68 литрді құрап тұр. Енді бізге не табу керек? Бізге моль санын табу керек. Моль санын табу үшін мына жақта тұрған 15-те 68-ді бізді 22,4-ке бөліп тастаймыз. Неге? Себебі 22,4 дегеніміз ол қалыпты жағдайдағы литр на моль. Қалыпты жағдайдағы газдардың көлемін құрайды. 15-те 68-ді бөлеміз 22,4-ке. Сол кезде 0,7 моль газ шығады екен. Біз былай қарастырайық. X қосылған Y тең болады 0,7 мольді көрсетіп тұр мына жағдайда. Темірдің малярлық массасы 56-ға тең, ал хромның малярлық массасы 52-ге тең. 52 Y тең болады 38-де 4 грамм.
мына жақтағы енді x-тің орнына y-ті жазу үшін x тең 0,7-ден алып тастаймыз y-ті. Сол кезде енді осы 0,7 алынған y-ті мына x-тің орнына қосып жазайық. Сол кезде 0,7 минус y плюс 52y тең 38-де 4. 56-ға көбейтеміз 0,7-ні 39,2 56y қосылған 52y тең 38-де 4. Мына қараңыздар, математика курсын қайталайтын болсақ, плюс пен минус кездескен кезде, егерде минустың мәні үлкен болатын болса, ол екеуі бір-бірінен алынып кетеді. Сол кезде 39-да 2 минус 4y тең 38-де 4. Так, әрі қарай жаңа бетке жазайын. 39-да 2 минус 4y тең болады 38-де 4. 39-да 2-ден 38-де 4-ті алып тастаймыз. Сол кезде 0,8 y тең 0,2. Енді жаңа біз x деп нені қарастырдық? X деп темірді қарастырдық, y деп хромды қарастырдық. Y деп отқанымыз бізде хром, моль. Өйткені изначально біз моль деген санды алдық. Ал екеуінің жалпы қосындысы, яғни 0,7 моль болатын хром және темірдің қосындысынан бөлініп шығатын сутегінің көлемі біздегі мынау 15,68 литрға тең. Енді біз 0,7-ден 0,2-ні алып тастайтын болсақ, 0,5 біздегі темірдің молі шығады. Енді әрі қарай осы моль сандарынан массасын табудың формуласын білеміз біз. М тең болады. Моль сандары көбейтілген М тең. Моль саны біздегі хромның 0,2-ге тең. Осыны көбейтеміз 52 грамм на мольге, яғни малярлық массасына. 10,4 грамм хром. Мына жақтан жауабын табайық. 10,4 грамм бұл бізде хром. Енді әрі қарай масса тең болады М тең болады 0,5-ті көбейтеміз 56-ға, яғни бұл біздегі шығатын темірдің массасы. 0,5-ті көбейтеміз 56 тең 28 грамм темір. Бұл есептің дұрыстығына тағы да бір көз жеткізуіміз үшін осы екі затты қосатын болсақ, бізде 38-де 4 грамм шығады. Яғни 38-де 4 грамм дегеніміз біз бастапқыда өзімізге есептеп алдық қой міне. Яғни 40% 25,6 болса, қалған 60% 38,42, то есть 38,4 грамм темір және хромның қоспасына тең екен. Яғни есептердегі жауапты қарайтын болсақ, мына жақтағы 28 деген ответте тұрған мән бұл бізде темір деген жауапқа ие болады. Үшінші есептің шығарылу жолы осындай. Келесі көріскенше.